Мына сериалдың соңы бітпей жатып, соттың шешімін айтпай жатып, маған ырыс баланың юристі жазып жіберіпті WhatsApp-ма. Кеше қарадым. Не дейді? Ырыс бала Икрамбайдың дейді счеттарын, қанша ақша түскенін, выпискасын Инстаграмға салуға құқығыңыз жоқ деп. Бұнымен мен не түсініп отырмын? Енді егер салатын болсаңыз андай болады, мындай болады деген сөздері де бар. Және де ырыс баланың юристіне және өзіне сұрақ қойғым келіп тұр. Неге үйттіңіздер? Неге? Әлде бұл сіздердің кішкене қорқақтап тұрғандарыңыз ба? Диана салып жібереді, шын мәнінде қанша түскенін елге айтып қояды, болмаса выпискасын көрсетіп, күніне қанша түскенін көрсетіп қояды деп содан қорқып отырсыздар ма? Неге үйттіңіздер? И неге ырыс бала юристтар арқылы сөйлесіп жатыр? Менің WhatsApp-ымды білсе, міне ырыс баланың қолдаушыларына айтқым келіп отыр. Сендер көп айтасыңдар ғой, өзіне айтпайсың ба, үйтпейсің ба, бүйтпейсің ба деп. Пожалуйста, ырыс балаға жазып жіберіңдер. Диананың WhatsApp-ын біледі екенсің, Instagram біледі екенсің, неге бетпе-бет кеп осы қызбен сөйлеспейсің деп. Көптеген претензиясы бар ма или жоқ па, оны да түсінбедім. Өйткені алдында ешқандай претензиям жоқ деп айтқан. Сол үшін все вопросы к ней, маған емес. Сол кісіге сұрақтарыңызды қойыңыздар. Бетпе-бет кездес деп. Мен бетпе-бет кездесуге де, жүздесуге де ештеңкеден қашып отырған жоқпын. Кез келген сұраққа жауап бере аламын, және де өз сұрағымды қоя аламын.